Ассалаумағалейкум достар. Бүгін күнделікті сабағымызды жалғастырамыз. Бизнес туралы бүкіл біраз ақпараттармен бөлісе бастаймын, біліммен бөлісе бастаймын. Күнделікті кірушілердің саны артып жатыр, Аллаға шүкір. Бар білген тәжірибемен бөліссем деймін. Сондықтан достар, сіздерден тек қана керегі лайк пен репост жасау, темшік достарға жіберу и пайдалы білімді алып, соған әрекет жасау. Әрине, кез келген іс бірден болып кетпейді, достар, өздеріңіз білесіздер. Оған уақыт керек, не керек? Уақыт керек, білім керек, еңбек ету керек. Күректі сатып алдым, бірақ неге ақша әкелмей жатыр күрек деген сияқты айтуға болмайды. Сағат сатуға бола ма дейді. Болады, бірақ сатудың жолдарын білу керек. Немен сатасың, қалай сатасың деген сияқты. Ол өте маңызды, достар. Так, лайк баса-басайық, достар. Адамдар тезірек кірсін. Көбірек адам кірсе, маған да бір мотивация болады. Өйткені білімді көбірек адамға бердім дегендей. Сондықтан темшік достарға жібереміз, каналды бөлсеміз, лайк көп басамыз, сұрақтар жаза бастаймыз, сұрақтар сұрай бастаймыз. Сосын жайлап бөлсе бастаймын. Мына жерде танымайтын адамдар бар екен, өзім туралы қысқаша айтып кетейін. Жалпы Дарын мектебінде оқығам кезінде, одан кейін Алматыда Казгуда оқығам физика факультетін, оны бітіріп болашақпен оқығам 4,5 жыл. Сосын болашақпен бітіріп келгеннен кейін Ирландияда, Европада Назарбаев университеті сабақ бергем. 10 жылдай сабақ бердім. Одан кейін жұмыстан шығып кеттім, өйткені кәсібіме көбірек фокус керек болды. Кәсіпте жүргеніме 6 жыл болды. Қаншама кәсіптер ашып көрдім, қаншама миллиондарға қадалдым. Сосын қадалғаннан кейін түсіндім, что ары қарай өсу үшін маған бірінші очередь білім алу керек екенін түсіндім. Екінші очередь жұмысқа өзім кірісу керек екенін түсіндім. Содан кейін примерно бір 20 миллионнан аса неше түрлі курстарды алдым. Одан бөлек үйде 400 мыңнан аса қаншама кітаптарым бар. Ол кітаптарды оқимын арасында. И сол үйренген білімімді, алған білімімді және тәжірибеммен бөліссем деймін халықпен. Өйткені халық түсіну керек, что бүкіл нәрсе тек қана ақшамен есептелінбейді, достар. Енді Аллаға шүкір, шетелде оқуыма, болашақпен оқуыма бөлінген ақша, әрине ол халықтың ақшасы. Өздеріңіз білесіздер. Одан бөлек қаншама проекттер алдым. Оларда бір 100 миллион теңгелік проект болатын, 50 миллион теңгелік проекттер болатын, 25 миллион теңгелік проекттер болатын. Сондықтан мемлекеттен берілген ақша. Соның барлығын енді түсіну керек, что ол ақшаның барлығы салықтан келген ақша, мемлекеттен келген ақша. Енді кішігірім болса да халыққа үйретсем деймін. Менің мақсатым осы жерде отқан адамдар хотя бы мен арқылы бір тірлік бастап кетсе, не болмаса білім алса, ертең бизнес бастаса, қадалса да азырақ қадалса, депрессия болып, ауру болып, үйде жатып қалмаса, болмаса үйде жатқан жалқаубектер бар, бізде қаншама темшіктер бар, жаңағыдай ештеңе істемейді, бірақ жұрттың бәрі кінәлі, жұрттың бәрі жаман, солар ғана күшті демекші. Сондай адамдар сәл бір тірлік істей бастаса, бір елге пайда тигізсе, халыққа пайда тигізсе, туысқандарына пайда тигізсе деген мақсат қой. Әркім жағдай әртүрлі. Менде бір волшебный таблетка жоқ, достар. Бәріне сол бір волшебный таблетка бере беретін ше. Волшебный таблетканы ішіп күшті болып кетем, өмірім күшті болып кетеді деген нәрсе жоқ. Сенің 20 жыл, 10 жыл, 30 жыл өзгермей жүрген өміріңді мен кеп бір күнде өзгерте алмаймын. Сразу айтайын, достар. Өмір өзгеру үшін уақыт керек. Сен ана бұрыннан бері миыңда қалып қалған дұрыс емес убеждениялар, дұрыс емес мышлениялар, дұрыс емес ойлар, дұрыс емес түсініктер, сенімдердің барлығын менің мақсатым алып, таза су ішінде білімі бар, соған араластырып, шайқап, жуып, қайтып, бүйтіп орындарына қойып беру мейтші. Өйткені көп адамда дұрыс емес сенім, дұрыс емес түсінік, дұрыс емес білім болғандықтан тірлік істей алмай жатыр. Не болмаса өспей жатыр, не болмаса дамымай жатыр. Ал кейбіреу болады, істегісі келеді, желание бешін, бірақ бағдар көрсететін адам жоқ, достар. Сондықтан Ақботаның бір әшкісін деп қойса, Ақбота жоқ болып кетті, байқадыңдар ма? Ақбота өз заманда керемет еді. Білмеймін енді бір екі несін, соның курсын алмадым, бірақ Ақботаның.
бірақ ана бір екі рет шулатты. Негізінде Ақботаң айтып тұрған дұрыс, бірақ халық қабылдай алмайды да. Ана бейшараларға не кедейлер ғана кітаптар оқиды деген, оның айтқаны анау қырқып дұрыс түсінбей қалған да халық. Негізінде ақшасы көптер, байлар кітап оқиды. Қатты кітап оқитындар, олар миллиардерлер ғой. Долларовый миллионерлер немесе миллиардерлер. Бізде Айдын Рахымбаевтың несін тыңдасыңдар, ол күнде кітап оқиды кешке жақын. Ол анау нелер ғой, анау кітап оқымайтындар, не туда не суда болып жүрген байлар болады ғой. Вроде ақшасы бар, бірақ ана кедей сияқты жүретіндер бар ғой бізде. Оларды мен кедей байлар деймін. Вроде ақшасы бар, бірақ қимайды, өз-өзіне жұмсамайды, ешкімге жұмсамайды, ақшаны жинай бергісі келеді. Ақшасы бар болса да кедейлер сияқты, бейшаралар сияқты өмір сүретіндер ғой. Бір тиын болса да бір үнемдеп қалсам, үйтіп қалсам, бүйтіп қалсам дейтін адамдар бар да. Ондай болмау керек, достар. Ақшаң бар ма, нормально жүру керек, сосын бар байлықты көрсету керек, беру керек, бөлісу керек. Үйтпесе болмайды, достар. Мына блокировать тастау керек. Мына бір кейбір адамдар болады, қалай блокировать етеміз бұны? Так, мен TikTok'та да білмеймін ғой. Так, заблокировать дейші. Міне. Достар, анау жаманшылыққа шақыратын адамдарды блокировать етеміз, олардан түк пайдамаймыз. Жаманда, мына жерге жаман сөздер айтса, жаман нәрселер айтса проблема жоқ. Бірақ жамандыққа шақырмайық. Өткен одан ешкім пайда алмайды. Ана бір сөз бар ғой. Жақсылар жақсы сөзді айтуды тоқтатса, жамандардың сөздері төрге шығады дейді да. Достар, қазір төрде не бір сөздер жүр ғой. Сол біздікі кішігірім болса да бір бөлісіп кетсек, біліммен, тәжірибемен бөлісіп кетсек дейміз да. Так, достар, жалпы сендерге бір-екі нәрсені айтайын. Әрине бұл нәрсенің барлығын бізге жаңалықтардан, бір интернеттен, андай дұрыс емес сендерді сіңдіріп тастаған, достар, миымізге. Сондықтан біз бизнес бірдеңе бастағымыз келсе, біз бірінші очередь айтамыз, менде ақша жоқ, маған ақша керек дейміз бірінші. Бизнес бастайын десек. Так, достар, мен бүйтейінші, мына жерге сұрайшы, сендер миларың біраз шайқайшы. Бизнес бастау үшін не керек, жазыңдаршы. Достар, қазір сен бір бизнес бастай алмай жүрсің да. Саған не жетпей жатыр, жазшы осы жерге. Мен білейін. Сен бизнес бастауға идея дейді. Молодец, идея. Ақша дейді, ақша дейді, ми дейді, мақсат дейді, план дейді. Жазыңдаршы, не жетпей жатыр сендер, бір өмірлерің өзгеруге бір тірлік басайын десең. Мінез дейді, идея, цель дейді, тәуекел дейді, маркетинг дейді, ең бірінші ниет керек дейді, таныс керек дейді, теңге керек дейді. Жазыңдаршы, достар, маркетинг ақша дейді, идея дейді, білім керек дейді, артық ақша дейді, білім керек дейді, ақша беріңіз дейді. Артық ақша дейді. Артық ақша ешкімде жоқ, достар. Ешкім айтпайды менде артық ақша бар деп. Маман дейді. Кәсіп бастау дейді. Идея бар, хабарласыңдар дейді. Маман дейді, тәжірибе дейді. Ойлау алу керек, аш болуың керек дейді. Наубат ет керек дейді. Наубат ет. Ақша 30% шығар, бірінші дейді. Денсаулық дейді. Денсаулық болмаса ештен керек емес сияқты ғой. 200 теңге бастауға бола ма дейді. Мақсат қою керек дейді. Спонсор дейді. Телефонын сатқан бала ғой дейді. Бетсіз болу дейді. Еңбек ету керек дейді. Мақсат жүйе дейді. Так, достар, молодец. Біраз нәрсе жазыпсыңдар, бірақ көбісінде қателік. Бизнес бастау үшін ақша керек дейтіндер. Сразу айтайын. Мен қаншама бай кісілерді білем, 0 тиынмен бастаған. Енді сұрақ, қалай 0 тиынмен бастауға болады? Сондай бар ма не деп ойлану мүмкінсіңдер. 0 теңгемен бизнес бастауға бола ма? Не істеуге болады деген деп ше. Или біреулерің айту мүмкінсің, бір атам бір 1-2 миллион теңге болса, менде бір ой болып жүр, сол теманы істесем дейді. Ол да керек емес. Бизнесті всегда кішкентайдан бастау керек. Кішкентайдан жайлап. Андай күтпеңдер қазір. Бірден біреуге 10 миллион, 20 миллион беріп жіберсе, апорто бір бизнес ашып байып кетемін десеңдер, ақшаның бәрін шаясыңдар. Менің профиліме кірсіңдер, түсінесіңдер, достар, менен айналысатым ше. Так, екінші не керек дейді? Идея дейді. Міне, идея. Достар,
идея керек деген сөзді вообще алып тастаңдар. Сендер андай идея ойлап жүрген шығарсыңдар. Братан, менде бір нереально күшті идея бар. Ешкімде жоқ ол идея. Сонда идея бар болса, маған бір сондай идея айтса, пах еткізіп бизнес ашам, байып кетем дейтін адамдар бар ма сондай? Бір күшті идея таппай жүргенше бір миллионер болып кететін. Бар ма? Кімде идея жетпей жатыр? Кімге идея керек? Достар, аузыңа келген нәрсені құса берудің қажеті жоқ мына жерге, достар. Одан ешкім пайда алмайды. Ешкім пайда алмайды. Бұл жерде пайда беретін нәрсемен ғана бөлсек, болды. Маған дейді. Достар, мықты идеяң сен тапқаның өзінде ол сатылмайды, достар. Бизнеста идея керек емес. Ақша керек емес. Түсініп тұрсыздар ма, достар? Идеяны іздеп жүрсеңше, қартайып, сол жоқ болып кетесіңше. Мықты идея іздеме. Халыққа не керек? Қандай проблемаларын шеше алам? Қандай затты мен арзанға әкеліп бере алам? Қандай біреудің проблемасын шешем, біреудің уақытын үнемдей алам, біреудің байлығын көбейте алам, біреудің денсаулығын жақсарта алам, біреудің өмірін жеңілдете алам деген проблемаларды табу керексіңдер. Ондай проблема тола, достар. Мына жерде жазыңдаршы, кімде проблема жоқ? Айтыңдаршы. Менде жоқ деп мына жерде жазыңдаршы, кімде проблема жоқ, достар? Проблема деші дейді. Проблема кімде жоқ? Бәрінде бар шығар дейді. Менде дейді. Менде жоқ. Кімде проблема жоқ? Менде жоқ дейді. Халықты алдауды үйрену қажет жоқ, достар. Халықты алдасаңдар мамалайсыңдар, достар. Ұзаққа бармайсыңдар, жексірін боласыңдар. Лахават етіп кеткен ба дейді, болшы, алдап кеткен ба, алаяқ па дейді, достар. Кімге керек ондай? Бизнесте тек қана адалдық, достар. Адалдық болмаса өспейсіңдер, жоқ болып кетесіңдер. Менде жетеді проблема. Міне саламат, міне. Идея айтшы, ақша бар дейді. Достар, идеяны іздейсіңдер өздерің. Сосын андай супер крутой идея іздемеңдерші. Ешкімде жоқ, даже оны өзің түсінбегенсің ол идеяны ше. Онда идея керек емес. Халыққа ең простой решение керек, достар. Қиын решение керек емес. Простой решение, арзан решение, тез шешілетін решение болды. Түсіндіңдер ма? Достар, ауызға келген нәрсені құса бермейік мына жерге. Ешкім пайдамайды одан ше. Босқа өздері мына жерге көрсетіп отырған қандай адам екендерің ше. Қыз қарамайды, достар, мен 24 жасында үйленгем. 6 бала шағам бар. Бизнестен бөлек 6 бала шағама қарау, уақыт бөлу, оның өзі қаншама жұмыс. Андай бизнесмендер көрмедім әлі ше. 6 баласы бар, 7 баласы бар. Бизнесті де күшті жасап жүрген, бала шағасында ұстап жүрген демек ше. Сондықтан оңай емес. Шын айту керек, әйел алғаннан кейін, үйленгеннен кейін менде ақша арта бастады. Рызық үлкейе бастады. Әрбір бала туылған сайын менде жаңа бір каналдар, табыс өсе бастады ше. Сондықтан кейбір кезде емес, вообще негізінде ерте үйленсеңдер, ерте жетістікке жетесіңдер. Сендерде бір мотиватор пайда болады қасында жүретін. Үй керек еді, үй алайықшы, үй керек еді, бір жұрттар үй абатыр, үйтекші, бүйтекші дейтін мотиватор қастарын пайда болады. Одан кейін балаң туылады. Одан кейін екінші балаң туылады, сен жатпайсың уже, аналар аш, аналар тамақ жегісі келеді. Саған мотиваторлардың саны көбейеді, ерте үйленсең. Достар, андай деп ойламаңдар. Үйленбеу ол артықшылық емес. Және ешқашан бойдақ болып жүру бір артықшылық, бір мақтанатын нәрсе болып ешқашан саналмаған. Соны түсініп тұрсыңдар ма? Сондықтан мүмкіндік болса ерте үйленіңдер. Андайды қойыңдар, соқыр сенім бар ғой. Братан, қазір мен үй алып алайыншы, машина алып алайыншы, жағдайым жасап алайыншы деп жүрген кезде 30-ға келесің. Мынаның ешқайсысы да жоқ, 0. Қатын да жоқ болады ше. Түсініп тұрсыңдар ма? Сондықтан мүмкіндік болса асығыс үйлену керек. Үйленіп деген кезде көрінгенді алмаңдаршы. Сұрастырып, біліп, адамдарды салып, адамдардан сұрастырып, дұрыстау қыз алу керек та.
Маған Асқар үйлен деп айт деп барып ертесіне бір тупо біреуді әкеліп тұрмаңдар, ертең мені кінәлап отпаңдар. Мен сендерге ертең үйлендер дедім, бірақ қандай қыз ал, анау мынау деген айтқан жоқпын. Сондықтан дұрыс қызды алыңдар. Бизнес не болды дейді. Так, бизнес жалғастырайық достар. Мен айтып отқан әрбір нәрсем достар, сендердің табыс табуыңа, өсуіңе, дамуыңа, бір жетістікке жетуіңе өте маңызды. Аллаға шүкір, үйленгенмін 24 жасымда. 6 балам бар. Біреу жылап жүр, ең кішкентай ше. Есік жауып қойдым, естіліп жатыр ма, естіліп жатқан жоқ па білмеймін сендерге ше. Так, медитация сену бола ма, сұрақ дейді. Достар, медитация деген андай алып тастаңдаршы. Ақша, маған ақша керек, маған ақша керек десең, ешкім келіп қалтаңа бүйтіп ақшаны сап бермейді достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Біздіңкілер қандай? Андай бүйтеді. Ақша жетпей жатыр, ақша керек дейді. Одан проблема шешілмейді. Сен ойлану керексің. Неге мен ақша таппай жатырмын? Ақша табуыма не кедергі болып жатыр деп көрсіңдер. Сосын сол ақша табатын тәсілдерді, болмаса пландар жазу керексің. Не ақша әкеледі маған? Достар, сосын битекші достар. Мен қазақ десең өзің етеді ше. Мынау Абай Құнанбаевты қазір осы уақыт алып келсе, Абай Құнанбаев бүйтіп басын шайқайтын шығар. Қазақтар әлі өзгермегенсіңдер ма? Ана біреу көтеріліп жатса, біреу байып жатса, сол артқа тартамыз, жек көреміз, сөз қылып өсектейміз, жамандаймыз, әр көре алмаймыз, көтіне бірден шұқып отырамыз. Не бар тағы? Не бар? Осындайдың арқасынан біз көтерілмейміз ше. Хейтерлар көп екен дейді. Хейтерлар жетеді. Қайта рахмет оларға. Ана рилстың астарына не бір сөздер жазады, мен қарап күліп отырам ше. Достар, мен не бір қиындықтардан өткем ше. Анау жұрттардың құсып атқан, жазып атқан түк әсер етпейді маған ше. Сондықтан достар, қай жер келдім мен? Так, ұмытып қалдым ғой. Менің миым соншалықты қолданып тастаған, шаршап қалған ғой достар. Так, достар, айтайын дегенім, Абай Құнанбаевты алып келсе, ол ренжитін еді ше. Қазекіндер әлі өзгермепсіңдер ше. Сондықтан достар, егер де сендер жетістікке жеткілерің келсе, байығыларың келсе, бірінші очерт көре алмаушылық деген алып тастау керек достар. Мен көре алмайтын адамның бір жетістікке жеткен көрген жоқпын. Бұл доказано достар. Көре алмайтын адам аяғында жүрек ауру болып тынады ше. Түсініп тұрсыңдар ма? Егер біреу байып жатса, біреу өсіп жатса, не деп айту керек білесіңдер ма достар? Жазыңдаршы, не деп айту керек? Біреуді көрдің, досыңды, туысқаныңды бір байып жатыр, бір жетістікке жетіп жатыр. Не деп айту керек оған? Білесіңдер ма? Машалла дейді. Не деп айту керек достар? Берекесін берсін. Міне достар. Аллах берекесін берсін деп дұға тілеу керек. Оған ше. Сол кезде білем, түсінем. Барлығымыз идеал емес, біз бәрібір бір тартып тұрады ше, сәл бір көре алмайтын болып тұрамыз бәрібір ше. Оңай емес. Біреу дамып бара жатқан, бірақ сонда да өз-өздеріңді қинап үйрету керексіңдер да. Аллах берекет берсін. Аллах одан сайын арттырсын деп айтсаңдар, мынау жүрек жібереді ше. Айтпесе ана үндемей, ананы көре алмай, анау молодец, мияққа шығып, бүйтіп ұйықтай алмай, бір жерің тырысып ше, неге ол Аллах Тағала неге оған берді, неге маған бермей жатыр деп үйтіп көре алмай сөйте беретін болсыңдар ше. Дамымайсыңдар. Ақша таппайсыңдар. Сосын плюс ауруды жұқтыртып аласыңдар ше. Көре алмайтын адамның бір күшті болып кеткен осы уақытқа шейін көрмедім достар. Сондықтан түсінем, оңай емес. Көре алмаушылық деген алып тастау оңай емес, бірақ тәрбиелеу керек достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Сондықтан үлкен бір жетістікке, үлкен бір ақшаға жетуге тағы бір кедергі болатын бір қасиет бар достар. Қандай қасиет? Жазыңдаршы осы жерге. Қандай қасиет бар сол нәрсеге жетуге кедергі болатын? TikTok, YouTube-тан ақша табу қалай дейді? Оны кейін айтамын, ол айтатын нәрсе көп ол жерде. Еріншектік дейді. Ол да керек. Ол еріншектік апармайды. Так, гордость, міне. Жалқаулық дейді, міне. Сабырлы болу дейді. Керек ол бизнесте.
болады табуға. Туысқандар жалқаулық дейді. Сендер достар андай қылып түсіндіргім келеді да, тәкаппарлық дейді. О міне, сен кімсің негізі дейді. Мен не қыласыңдар, менің сөзім маңызды ше. Алдау дейді. Алдаумен ұзаққа барма. Дисциплина дейді. Қорқақтық дейді. Осы нәрсенің барлығы достар, бір тірлікті істеуге қатты кедергі болады. Күмән дейді. Ата ене дейді. Түсінем достар, оңай емес. Болады, онда семьялар бар достар, түсінем. Кейбір семьялар бар, әйел бірден істегісі келсе, болмаса күйеу бірден істегісі келсе, бізде андай ғой, тыныш отыршы. Нең бар, басың бәлеге қалады. Ертең аналар іздеп береді сені. Ертең ана бірдеңе болады. Ойбай, банкрот болып қаласың. Істемей-ақ қойшы. Жүре берсін, айлыққа істеп, 200 теңге, 300 теңге істеп, көптің бірі бірдеңе кіріп болып жүре берсін дейді. Прямо айтпаса да ше. Жүре берші сөйтіп. Не қыласың? Тиіспе. Ойбай, істеме. Не қыласың? Қазір бәрі банкрот болып жатыр. Үйтпе тартатындар бар достар. Түсінем оны ше. Ол жақын адамдар тартады оны ше. Өз-өзіңе сенбеу дейді. Жұрт не дейді. Міне. Қобалжу дейді. Так, бұның барлығын енді жеңетін нәрсе бар достар. Жалпы бизнес болсын, бір үлкен бір жетістікке жету болсын, бір үлкен жетістік, үлкен бір мықты профессионал болу, бір мықты маман болу, барлығына екі нәрсе керек достар. Екі нәрсе керек. Қатты керек осы екі нәрсе. Не деп ойлайсыңдар? Достар, екі нәрсе керек. Менің мамам солай дейді. Істеме, бастама дейді. Бұл сенікі емес дейді. Ол туралы айтамын қазір. Достар, жетістікке жету үшін екі нәрсе керек. Не деп ойлайсыңдар? Жазыңдаршы. Құлшыныс дейді, тәуекел дейді, батылдық, мінез, тәртіп дейді, ниет дейді. Жоқ, білім дейді. Шыдамдылық, білім дейді. Мақсат дейді. Мақсат бәрімізде бар шығар. Мақсатсыз адам бар ма бұл жерде? Сабыр дейді. Сабыр қиынау деймін, қажекінде сабыр қиын. Сенім дейді. Сабырлық дейді, шүкіршілік дейді. Ақша дейді, тәуекелдік дейді. Достар, кез келген жетістікке жету үшін екі нәрсе керек. Бірінші очередь білім. Білім достар. Желание бар болуы мүмкін сенде, мықты желание, тәуекелің мықты, таныстарың бар, көкең бар, ақшаң бар, бірақ білім болмаса шаясың достар. Істеген тірлігің барлығы жүрмейді, ақшаң құрайды, банкрот боласың, мамалайсың, депрессия болып жатасың сосын. Сосын айтасыңдар. Ой, анан істедім, анан тыңдаған. Бірден бір жақын кеше бір рилс көріп қалдым ғой. Бір кісі енді походу түк қатырмаған енді. Ана кітаптар жағып жатыр ғой. Тозақ отына жағам деп, ана мықты кітаптар бар ғой. Солар жағам дейді. Көрдіңдер ме, көрмедіңдер ме соны? Достар, TikTok-тың анау эфирге шыққаннан ондай ақша тауып кетпейсіңдер. Сендер басқа нәрсе істеу керек. Тахаджуд обязательно, бірақ бұл жерде барлық намаз оқымайды ғой. Қазір сендерге тахаджуд оқыңдар деп айтпаймын ғой, достар. Көрдіңдер ме? Сондықтан, достар, жаман кәсіп жоқ. Жаман бизнес жоқ. Жаман услуга жоқ. Бұл жерде бір нәрсе ғана жаман. Кім жаман білесіңдер ме? Кім жаман? Сен не істеп жатсың дейді. Мен біліммен бөлісіп жатырмын. Тегін достар, мен курс сатпаймын. Сразу айтайын. Курс бар ма? Курсқа жазылайын дегенек, үйретесің ба дегендерге жоқ достар. Менде тегін, тек қана көпшілікке үйретем, болды. Адам дейді, міне, өзің дейді. Адам жаман дейді. Әне достар, түсіндір ма? Адам жаман, неге жаман? Өйткені алған білімі жоқ. Ешкіммен ақылдаспайды. Сосын жалқау. Түсіндір ма? Сондықтан бірінші очередь білім керек достар. Кез келген іс егерде біліммен басталатын болса, ол тірлігінің жүріп кету шансы өте жоғары. Достар, лайкты тоқтамай басып отырайық. Достар, лайк тоқтамай басайық. Темшік достарыңызға жіберейік. Мына жерге обязательно нелеріңізді жазып отырыңыздар, активность көрсетіп отырыңыздар. Сосын бүгіннен бастап YouTube каналыма кешегі нені салдым, стримдегі достар.
Соны обязательно қараңдар. Күнделікті стримді мен неге басып отырам? Мына жерде камерам бар, қасымда қосымша, соған ютубқа салып отырам. Егер де адамдар трансляция кіре алмай қалса эфирге, ютубқа кіріп қараса болады. ютубты каналдың аты өзгерем сабақтар деген ағылшынша жазады. Ағылшынша әріптер, то есть өзгерем сабақтар деп жазсаңдар, сол жерде менің бірінші видеом шығады, соны көрсеңдер болады. Түсіндіңдер ме достар? Эфирдағы болып отқан бүкіл нәрсені мен мына камераға басып жатырмын дополнительно. Сол нені мен ютубқа салам, ютубтан көрсеңдер болады. Түсіндіңдер ме? Мен медициналық техника сатам достар. 3 елде сатам: Қазақстан, Ресей, Өзбекстан. Алдағы уақытта кеңейеміз, Тәжікстанға кіреміз, ар жағында Беларусь бар. В общем, жайлап әлемді жаулауға біздің мақсат. Так, достар, менің профиліме кірсіңдер, түсінесіңдер немен айналысатынымды. Анау нелер бар ғой, анау стикерлер неге жібереді ғой. Тиктокта видеоларым астына воздухан деп вентилятор битіп жүрген вентилятор жібереді. Кондер ұрып жібереді. Өлтіреді Қазекеңді. Басқасын қатырмаса да комментарияны қатырады деймін да. Өлтіреді. Молодец. Рахмет, мен хейтерларыма рахмет. Солар менің комментария жазып, боқтап болса да, бір жаман нелер жазса да әбден көтеріп жатыр, шүкіре. Түсінгенім, нашар адамдар да керек екен ше. Олардың да пайдасы тиеді екен достар. Андай деп айтпау керек. Мына не үшін тудыңдар деп айтпау керек ше. Пайдасы тиеді екен бәрібір ше. Түсіндіңдер ме? Ең басты оларға бір жақсы бір ақыл кеңес айтып, бір тура жолға бүйтіп бағыттап жіберсе, олар да ертең керемет нәрселер істейді ше. Түсіндіңдер ме? Футбол көру туралы не айтасыздар дейді. Өзім футбол көрмеймін достар, уақытым жоқ. Футболды кімдер көретінін білесіздер. Мұны айтпай қойайын. Уақыты барлар, қолы бостар көреді. Әрине ол да керемет эмоция береді, не алады. Футбол көргеннен гөрі лучше футбол ойнасаң көбірек пайда аласың, өткен денсаулығың жақсы болады. Түсіндіңдер ме? Так, достар, екі нәрсе айттым. Бірінші, білім алу керек. Мысалы, сен мықты доктор болғың келеді. Мықты хирург дейікші. Желаниең бешеный. Ақшаң көп. Көкең бар. Тағы не бар? Идеяң бар. Мақсатың бар. Бірақ білім болмаса не болады достар, жазыңдаршы. Не болады білім болмаса? Не болады білім болмаса? Білім алмасаң не болады? Элементарно, хирург болғың келді. Мықты хирург. Әлем танитын. Ештеңе дейді. Шаясың дейді. Шаясың айналайын ғой. Қате болады. Ол айналайын қате болу. Адам келмейді дейді. О, міне, тағы. Ең сорақысын айтыңдаршы, ең сорақысын дейді. Қарабет боласың дейді. Міне, қарабет, міне, жақындап жатыр. Не боласың? Қарабет боласың дейді. Қарабет боласың точно. Бешіні бірақ, желаниең бешіні, идея күшті, мықты хирург болу, әлем танитын. Ақша деген жетеді, көкең бар даже. Сорлы боласың дейді. Надан боласың, сүйкімсіз боласың дейді. О, бизнес туралы айтамын ғой достар. Мен айтып отқан нәрсем, по-любому кейбір жерлер келеді әркімге. Сотталасың достар. Ең сорақы сотталасың. Білім жоқ. Қайдағы бір дәріні бердің, немесе дұрыс емдемедің, сотталып кетесің. Түсіндіңдер ме? Сондықтан білімнің маңыздылығын айтып жатырмын сендерге. Мен де кезінде шынын айтайын, бизнес бастадым. Мен ойлағам бизнес бастадым. Мен андай ғой, өзім 8,5 жыл оқығам ғой университетте. Мен ойлағам, мен физикада мықты білем, ағылшын мықты білем, бизнеске қандай білім керек деп, бизнесті мен бір жылда 24 миллион теңге жоғалтқам достар. 4 бизнеске салдым. Өзім бір бизнесін жүріп тұр. Содан ақшаны суырып аламын да 4 бизнеске салам ғой, ойлаймын. Қазір Аллах тағала маған беріп жатыр. Мен тағы да 4 бизнес істесем, байып кетемін деп ойлаймын ғой. Мықты болып кетемін деймін ғой, жаңағыдай. Тыңдамайсың ешкімді. Адамға сәл тиын бітсе білесің, Қазекеңдер қалай болатын. Сөйтем де бір жылдың ішінде 4 бизнеске ақша саламын да 24 миллион теңгені ұйықтатам. 24 миллион теңгеден бөлек мен бірінші бизнесімнен көтерудің орнына оның ақшасын алып неға саламын? Мына өспейді, 4-еуі құлайды. Одан бөлек энергиям кетеді, фокусым кетеді, нерв кетеді. Қымбат сабақ алдым, болды ше. Содан кейін түсіндім, маған білім алу керек екен. Білімсіз достар ұзаққа бармайсың, сразу айтайын ше.
қатырмайсыңдар. Түсініп тұрсыңдар ма? Сондықтан андайды қойыңдаршы, асығып мә бір атаның ақша жетпей жатыр, жетпей, бір тема айтшы, бір 3-4 миллион теңгем бар дейді біреулер, жазады маған, 3-4 миллион теңгем бар, братан бір күшті тема айтшы, бір бизнес бастап кетейін дейді да. Қазір 3-4 миллион теңге сен бастаймын, мен саған айтамын, жарайды. Мына тірлік жүреді деп саған айтамын ғой. Айттым дейді. Сен оны жүргізе алмайсың. Ақшаңы саласың, мамалайсың, ана жерде паника боласың, сөйтіп депрессияға түсесің. Түсіндіңдер ма, достар? Келісесіңдер ме, келіспейсіңдер ме? Айтқаныма келіспейтін дейтін болса, келіспеймін бе жазыңдар, келісем десіңдер, келісем деп жазыңдаршы. Білейінші мен мына жерде. Жазыңдаршы, достар. Активность көрсете отырайық, лайкты тоқтамай басайық, достар. Лайк тоқтамай басайық, обязательно. Көбірек адам кірген дұрыс. Келісесіңдер ме мен? Лайк тоқтамай басамыз, достар. Лайк көріп отқан жоқпын мен. Түсінбедім дейді. Келісемін дейді. Дұрыс айтасыз дейді. Келісемін, бірақ дейді. Білім керек дейді. Келісемін дейді. Болды, әртөе келіссіңдер болды. Бірақ бүкіл нәрсе келісе берудің қажет жоқ, достар. Біздің қазектіңдерде мына нәрсені қатты үйрену керек, достар. Егер сендер успешный адам болғыларың келсе, мен сендерге алдарыңа бүйтіп алманы алып келсем, мынау не десем, мынау алмұрт деп айтсам, сендер алмұрт. Сосын бір кезде тұрып, жоқ, мынау жүзім десем, жүзім деп үйтіп айтпау керек, достар. Нақты, четко позицияңда ұстап тұру керексіңдер. Мынау не, мына алмама деп сендер сұрақ қойсам, андай айтпаңдар маған. Мен алманың эксперт емеспін, сондықтан бұны алма деп айтамаймын деп айтпаңдар маған, ше? Түсіндіңдер ма? Сондықтан ақты ақ деп, қараны қара деу керек, достар. Тем более бизнесте өсетін болсаң, бір жетістікке жететін болсаң. Түсіндіңдер ма? Өз ойың болу керек, достар. Өз ойың өте маңызды. Әркімнің ойына секіріп, ана бірдеңесі, братан дұрыс айттың, молодец, әркімнің көтіне кіре берудің қажет жоқ, достар. Түсіндіңдер ма? Ана бірдеңесі, дұрыс, күшті айттың деп. Ондай болмау керек. Әркімнің өзінің мнениесі болу керек, сол мнениесін тұру керек. Түсініп тұрсыңдар ма? Ол үшін білім керек. Білім болмаған соң не болады? Әркім еріп кете бересің, ана бірдеңесі, солай ма деп. Ана бірдеңесі, солай ма деп, ше? Түсіндіңдер ма? Так, достар, жалғастырайық. Бір реальный кейс айтайын сендерге, и соған разбор жасап берем сендерге. Кеше маған алдың күні ма бір кісі сұрақ қояды. Мен ауылда тұрам дейді. Тыңдаңдар, қара достар, өйткені мен айтып отқан әрбір істі сендерге пайда береді. Сендер ойлану керексіңдер, и содан сабақ алу керексіңдер. Түсіндіңдер ма? Достар, лайк көбірек басылса, эфирді көбірек адам көрсетеді. Көбірек адам көрсе, көбірек пайда алады. Көрінді, мына жерде қазір менің хейтерларым отыр, ше. Мені жек көреді. Сонда да бірақ отыр, ше. Мен ризамын, ше, оларға, ше. Мен иногда түсінбеймін, ше. Мен мысалы біреу жек көрсем, мен оны бармаймын да, хабарласпаймын да, оны көрмеймін да, ештеңе жазбаймын да, ше. Таң қаламын, ше. Мен жек көреді. Тағы ерінбей хейт комментарий жазады деймін да. Ризамын, ше. Базар жоқ деймін да. Так, қараңдар, достар. Біреудің сұрағына жауап берейін мен, ше. Сосын бірден айтайыншы, достар. Мына жерде көре алмайтындар отыр. Базар жоқ, оларға рахмет. Мына жерде неше түрлі хейт сөздер жазады. Рахмет, өйткені олар менің немді көтеріп жатыр қазір. Мына жерде топқа шығарып жатыр да. Оларға да рахмет. Бірақ бірден айтайын. Көре алмайтын адам еш қашан жетістікке жетпейді, достар. Сондықтан өздерін тәрбиелеңдер. Көре алмайым деген сөзді жайлап алып тастаңдар. Өйткені көре алмайтын адам тек қана өз-өзін өртейді ішінен. Өртейді анау. Ұйықтай алмайды анау, ше. Жатады. Анау неге байып жатыр? Анау неге дамып жатыр? Анау неге көтеріліп жатыр? Неге менде жоқ олды? Бүйтіп отырасың, ше. Ауырасың, ұйықтай алмайсың тағы да. Ары аунайсың, бері аунайсың. Жынданасың, короче, ше. Түсініп тұрсыңдар ма, достар? Түсіндіңдер ма? Бейшара деді. Достар, қатты айтты деп не амаңдар, просто менің мақсатым біреуді кемсіту, біреу бірдеңе қылу емес. Менің мақсатым біздің қазектіңдер дұрысталса екен, дамыса екен, өссе екен, байлардың саны артса екен, бір жақсылық істесе екен деген мақсат менде, ше. Қазір бүкіл нәрсені ақшамен есептей беретін болсам, мен мына жерде отпаймын.
сендерге не қыламын, тегін ақыл айтып бірдеңе қылып. Ойландыршы, біздің халық көбісінде білім жоқ. Мен қазір көремін, мысалы америкалықтарды көремін, орыстарды көремін, қазақтарды көремін, салыстырамын ғой. Енді қазақтар қайда арттамыз ше, қайда арттамыз, дамығымыз келмейді, хотя бы өзің істемесең де ананың аяғына тартпашы деймін да. Ананы жеп көріп, көре алмай, сөз қылып керек емес деймін да. Лучше дамиды да достар. Біреуді кіналай бергеннен түк пайда бермейді. Түсіндіңдер ма? Сондықтан оқиық, өсейік, өнейік, бірлесіп жұмыс жасайық, бір-бірімізге көмектесейік. Қазақтар андай ғой, сәл байып атса сұрайсың ғой, енді братан, жотам қалай отыр бизнесің десе, не деп айтады достар? Братан, маған үйретші десең, не деп айтады? Бір байып атқан бір қазақтарды көресің ғой. Бизнес айтам достар. Велик сатсам қалай? Велик сатуға болады, бірақ жақсы сату керек, оны каналдарын білу керек. Не дейді достар, айтыңдаршы. Бір сәл бір дамып кеткен, бір байып кеткен бір таныстардан сұрайсың ғой, братан, маған да үйретші, маған да бірден айтшы, қалай отыр бизнес, не деп айтады сендерге? Білім, екіншісін айтса дейді. Достар, міне, достар, дұрыс, әдем. Екіншісі ишак болып жұмыс жасау, достар. Ишак болып жұмыс жасамасаңдар, ана алған біліміңнен түк пайда жоқ. Күніге қанша сағат жұмыс жасау керек? Айтыңдаршы. Датао сен жұмыс жасау керексің, сол кезде саған бақ қонбайтындай айтпау керексің да. Қанша сағат жұмыс жасау керек, достар, жетістікке жету үшін? Айтыңдаршы. 20 сағат дейді, қойса 4 сағат ұйықтай қарқымайсың ғой, 12 сағат шығар дейді, 18 сағат дейді. Жоқ достар, қанша сағат жұмыс жасау керек күніге? 6 сағат дейді. Қатырмайсың 6 сағат, 4 сағат дейді. 4 сағат жасайтын сен миллионер емессің ғой. 8 сағат дейді. 8 сағатта ол айлық қой достар, айлық. 8 сағат ол айлық алатындарға берілген. 5 сағат дейді. Жоқ, 12 сағат дейді. 8 сағат, 16 сағат дейді. 24 сағат дейді. 12 сағат, 10 сағат дейді. 12 сағат. Жоқ. Постоянно дейді. Так, достар. Сен соншалықты көп сағат жұмыс жасау керексің, сол кезде сен айтпайсың да, менің жұмысым жүрмей жатыр, немесе маған бақ қонбай жатыр деп айтпайтын деп болу керексің да. Ол үшін максимум 8 сағат ұйықтады дейікші. 8 сағат. 24-тен 8 салса қанша? Так, достар, 16 дейді. Қара. Сендер күніге кемі 12 сағат жұмыс жасау керексіңдер. 12 сағат, достар, 10-12 сағат. Мен не бір успешный болған адамдар көрдім, басында базар жоқ, 10 сағат, 12 сағат, 14 сағат жұмыс жасайды, достар. Аптасына қанша күн жұмыс жасау керек? Айтыңдаршы. Аптасына қанша күн жұмыс жасау керек? 7 күнде. Өлесің ғой дейді. Өлетін боласың, аптасына 5 сағат дейді. 7 күн дейді. 7 күн, 6 күн дейді. 8 күн дейді. 7 күн дейді. 7 күн дейді. 6 күн дейді. Аптасы 7 күн жұмыс жасау керек, достар. Тоқтамайсың, достар. 24-те 7 деп айтпай қойын, өтірік болып кетеді. Күніге 12 сағат жұмыс жасайсыңдар, 7 күн жұмыс жасайсыңдар. Демалыс деген ұмытасыңдар. Демалыс деген ол айлық алатындарға берілетін нәрсе, достар. Егер сен қатты бір дамығың келсе, өскің келсе, үлкен ақша тапқың келсе, 8 сағат аптасына 5 күн деген ұмыт, ол айлық алатындарға берілетін нәрсе, ол достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Неге айлық алатындар 5 күн ғана жұмыс жасау керек? Достар, білесіңдер ма? Неге олар суббота воскресенье демалу керек, айлық алатындар? Білесіңдер ма? Айтыңдаршы, не үшін айлық алатындар суббота воскресенье демалу керек? Жазыңдаршы. Комфорт дейді. Не үшін айлық алатындар суббота воскресенье демалу керек дейді. Не үшін демалады? Айтыңдаршы. Не үшін демалады? Байып кетпеу керек та дейді. Жоқ. Норм дейді. Демалыссыз жұмыс істейміз дейді. Ішеді көбі дейді. Ішу деген демалысқа жатпайды, достар. Жоқ. Суббота воскресенье оларға демалыс беріледі, чтобы олар понедельниктен бастап энергиямен кеп жұмысты қайтадан басу үшін. Түсініп тұрсыңдар ма?
Сен қазір айлыққа істейтін адам 7 күн жұмыс жасатшы. Одан кейін ары қарай құлайды оның продуктивності, оның бір күшті бір тірліктер істеуі қалады. Жасады сосын. Мен демалмадым суббота, воскресенье күні. Мынау не деген жұмысшы мынау вообще. Мен не сонда құлмын ба не саған? Субботасын демалмайтын. Мен саған ишақпын ба не деп не алады да сосын барып жұмысын алмайды. Сосын қараңдар. Жұмысшыларға айлық алатындар. Не үшін 8 сағат берілген білесіңдер ма? Неге 6 сағат емес? Неге 5 сағат емес? Неге 10 сағат емес? Неге айлық алатындарға 8 сағаттық жұмыс бекітілген? Объемның тірлігі бөлек ол, достар. Ол айлыққа кірмейді ол объем деген. Неге 8 сағат берілген, достар? Неге 3 сағат емес? Неге 10 сағат емес, демесе 12 сағат емес? Система дейді. Жақындадың. Это максимум дейді. Айтсайшы дейді. Достар, сендер мына жерде кино көру үшін келген жоқсыңдар да, кинода көрсін түсінемін бүйтіп, үндемей, бүйтіп, кайфовать етіп, кино көріп отыр. Бұл кино емес. Бұл сендердің миларын шайқайтын нәрсе. Анау пәленбай жыл ұйықтап отқан миларың бар ғой, қолданбай, қолданыста жоқ. Күнделікті анау роботтар сияқты жұмысқа барасың, келесің, тамағын ішесің, телевизор көріп жатасың, болды. Соған ғана пайдаланған милар ол кішкентай аяқта. Менің мақсатым сендердің миларын шайқау бүйтіп. Шайқап, сендер бүйтіп көресіңдер ғой. Ё-май, солай да істеуге бола ма не? Мен не істеп жүрмін деп айтатындай болып көрсіңдер ғой. Түсініп тұрсыңдар ма? Мен не істеп жүрмін, ұйықтап жүрмін ба не? Менің істеп жүрген нәрсем мен дұрыс істеп жүрсем, мен не қатырып жүрмін деп сөйтіп сендерді ояту да. Қараңдар, 8 сағат ол деген уже зерттелген нәрсе да. Егер оған аз берсе, ол жұмысты аз істейді. Егер 8 сағаттан асыратын болса, ол кезде адам продуктивность түсіп кетеді. Ол ары қарай уже шаяды ол. 10 сағаттық жұмыс жасасын деші, ол уже ми автоматически анау 4 сағатта істелетін жұмысты ол 10 сағатқа созады. Бүйтіп созады. Асықпай, шай ішеді, темекісін шегіп келеді, әңгімесін айтады, YouTube көріп отырады, TikTok көріп отырады. 4 сағатта істелетін жұмысты 10 сағатқа созады. Жұмыс болмайды. Сосын бір апта істейді, бір ай істейді, одан кейін выгорание болады. Сосын кеп тұрады, қатырмадым мен, жұмыстан шығам деп. Сондай. Так, ары қарай не айтамыз? Так, қай жерге келдік? Айтатын нәрсе көп, достар. Білімді жайлап берем. Күнделікті эфирге кіріп отсаңыздар, бір айдың ішінде біраз нәрсе өзгереді. Так. Ақша болса миді өзім шайқамыз ғой дейді. Бірінші миді шайқау керек, білім алу керек, сосын тоқтамай жұмыс жасау керек. Так, достар, ананы жалғастырайын. Жаңағы жігіттің сұрағы. Мен ауылда тұрам дейді. Айлық жетпейді. Ол андай ғой, не дейтін еді? Бір қоғамда болып отқан мәселе да. Ауылда тұрам, айлығым жетпейді дейді. Мен не тірлік істесем болады дейді да. Менің ақшам бар дейді. Бір жинаған аз-маз ақшасы бар болу керек. Маған бір тема айтшы дейді да. Енді қараңдар, достар. Егер мен оның орнында болсам, мен не істейтін едім? Бірінші очередь мен магазиндерді аралайтын едім. Магазиндерге не керек? Мысалы да, енді жұмыс көп, достар. Мен просто бір мысал келтіріп жатырмын. Магазинді аралайтын едім, бағаларын сөйлесетін едім, магазиншілермен общение печенье істейтін едім. Достар, бизнесте общение печенье керек. Ялам, бизнес мен үшін емес, анаң алдына барып өз-өзін түсірем ба мен, анаған бірдеңге дейін ба, мен сөйлеспеймін, қоя салы, керек емес дейтін адамдар бар ғой, түк қатырмайды, достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Түсіндіңдер ма? Қоя салы, мен оның алдына барып позор етіп, онымен сөйлесейін анамен, барып бірдеңге дейін. Магазинге барасыңдар, магазиндермен барасыңдар, общение ұстайсыңдар жайлап, чотан, братан, не нәрселер өтіп жатыр, қарайсыңдар. Сендердің мақсаттарың возможностьтар іздеу ғой. Возможностьтар іздейсіңдер. Так, қай жерде возможность бар ақша табатын? Түсініп тұрсыңдар ма? Өткен көп халықта миларын ұзақ жылдар қолданбағандықтан ми өліп қалған. Түсініп тұрсыңдар ма, достар? Сендер миларыңды, мышленіңді өзгертпейінше сендерге ақша келмейді. Сен құр айлыққа жұмыс жасап бағасың. Азынан барасың, келесің, робот сияқтысың. И миың көп бөлігі қолданбағандықтан ол өліп жатыр миыңше. Түсініп тұрсың ма? Қытайсың ба дейді? Жоқ, таза қазақ, достар. 100% қазақ. Түркістанның тумасымын.
әкем қазақ, шешем қазақ, атам қазақ, әжем қазақ, дәлше кете береді. Қоңырат, орта жүз, ешқандай басқа не жоқ. Айттым ғой, қарашы, алашұлы дейді. Бірдеңе айтып жатсаң, осындай. Ей қазекеңдер, ризамын. Бірақ достар, мынандай ғой, жалғастырамын әлі, көп нәрсе айтамын достар. Енді қараңдар, общение печенье боласың, обязательно керек. Достар, сен даже мықты, не бар тағы? Мықты, ақшаны айтпай ақ қойшы. Егер сен мықты бір врач болғың келсе, қор біліміңмен барасың ба жоғары жаққа қарай? Айтыңдаршы. Білімің базар жоқ, күшті. Мықты білесің. Сен жоғары жаққа барасың ба? Мықты клиникалар ашып кете аласың ба? Или үлкен бір должность ала аласың ба сен? Айтшы. Жоқ дейді. Не үшін? Не үшін, достар? Не жетіспеді оған? Жоқ, практикасы бар оның. Опыты да жетеді оның. Жоқ, достар. Жоқ. Общение жоқ ода, достар. Общение печенье жоқ ода. Общение печенье деген керек, достар. Егер дамиым, өсем дейді. Андай адамдар бар. Біздің қазекеңдерде бар. Білімі мықты, тәкаппар бірақ. Сөйлеспеймін онымен. Кімсің сен? Сен түк қатырмағасың сен. Сен білім деңгейін қарасайшы, дипломыңды аш, сен қандай диплом сенкі дейтіндер бар да. Ондай адамдар өсе ма, достар? Айтыңдаршы. Өсе ма ондай адам? Ақша дейді, ақша потом бол. Таныс керек, таныс, достар, танысты сендер бүйтіп, әкеп бүйтіп, алдарын қойып бермейді ғой. Танысты іздейсіңдер ғой, шығасыңдар ғой. Шығасыңдар, общение печенье боласыңдар, күлімсірейсіңдер, тамаққа шақырасыңдар, сөйтіп сондай да. Ал егер білімге тойып ағасың, мықты хирургсың, мықты докторсың, тұрасың бүйтіп, саусағың ұшын беріп тұрасың бүйтіп, амандасатын болсаң ше. Ондайлармен кім жұмыс жасағысы келеді? Кім көтергісі келеді ондай адамды? Айтыңдаршы. Көтере ме сондай адамды? Білімдісің, білімді бол. Оқысаң өзің үшін оқыдың ғой. Ар жүш дейді, дұрыс па? Сондықтан көркеміміз керек, көркеміміз өте маңызды, достар. Ана ит мінездеріңмен ше, ұзаққа бармайсың, сразу айтайыншы, достар. Ит мінезіңмен күшті бір нәрсеге жетсем деп ойлама. Ит мінезбен ит мінез болып қаласың. Түсіндіңдер ме, достар? Сондықтан кез келген үлкен ақшасы бар миллионерлер, болмаса бір жақсы үлкен жетістікке жеткен адамдарды қарасаңдар, оларда определенный қасиет бар. Ол қасиеттер болмаса, олар ойға жете алмайды. Ойламаңдар, құр ақшамен жетем деп. Түсініп тұрсыңдар ма? Жақсы қасиет болу керек. Көркем мінез, общение печенье жақсы, қарапайымдылық. Ана қатты байып кетсең де, ана өзбектер сияқты оке деп бүйтіп жүресің, бүйтіп. Болды, оке деп ше, түсіндіңдер ма? Біздің қазақтар сәл ақша бітсе болды, деп бүйтіп, менсінбей қою керек, достар. Тастау керек. Өсем, дамиым, өнем, елге пайда тигізем дейтін болсаңдар, тәкаппарлық, менсінбеушілік, көре алмаушылық, өсектеу, анау мелкий нәрселерді бүйтіп жерге қарап жүретіндер болды ма? Жердің астынан, тырнақтың астынан кір іздейтіндер, ондай болсыңдар, өспейсіңдер, достар. Түсіндіңдер ма? Сондай. Донор ашса пайда бар ма дейді. Ол донор қақта ашасын, смотря ғой. Алматыда ашсаң білмеймін енді, Алматы қиындау ойдым. Алматының барлығы сервиске мықты жатып алған ғой. Кімнің тамағы дәмді, кімніңкі күшті, соны жейді. Так, ары қарай. Так, ана жігіттікін жалғастырайын, достар. Қытай дос емес дейді. Қазағында дос емес негізінде. Қаншама қазақ достарым жүр ғой. Жан досым дегендер ұйықтап жүргендер бар ма? Айтшы, достарың бар ма ұйықтап жүрген? Жан досым деп жүргенім, братан, жаман ұйықтаттың ғой. Емізіп кеттің ғой дейтіндерің бар ма? Айтыңдаршы, бар ма сондай достарың? Қытайға бармай қойшы, Қытай тасташы оны. Қытай айдалада ғой. Қытай месе мың қайнасында сорпан қосылмайды. Бар ма? Братан, 100 000 теңге берші. Ертең орнына қойып берем дейтіндер бар ма? Одан кейін 100 000 да жоқ, досың да жоқ. Жете ма? Жетеді. Сондықтан, достар, Қытай сенің досың емес. Қытай ол өз-өзіне Қытайдан алатын нәрсе болу керек, достар. Кезінде Абайдың қара сөзі бар еді ғой.
қазақтар тек қана өзіміз куртоймыз деп ойласақ, өзбегің анау бірдеңе, орысың бірдеңе дейтін болсақ, айналып келсек түк қатырып отқан ештеңеміз жоқ дейді ғой. Сондықтан достар, өз-өзімізбен айналысайық. Жұрттан отсақ қазір әркім кінәлай берсек отырамыз. Анау кінәлі, мынау кінәлі, ақша жоқ, анау кінәлі, анау маған дамытпай жатыр, үйтеді, бүйтеді. Мен қазір Америкада туылған кезде бүйтіп жүрмейтін едім деген әңгімені қою керек ше. Түсіндіңдер ма? Уже достар, сендерде екінші шанс жоқ уже. Болды, не істесіңдер де, байдың баласы болып туылмайсыңдар, Америкада туылмайсыңдар, не бар тағы да? Ондай возможность жоқ. Ана бір сөз бар еді ғой. Сен кедей болып туылғаннан проблема жоқ. Ал кедей болып өлсең, сол проблема дейді да. Түсіндіңдер ма? Менің мақсатым сосын мынандай достар. Сендердің барлығыңды миллионер қылып жүру емес. Біздің қазақтар білім деңгейі өссе, сәл болса да, тірлік істесе, ана үйде жатып алып, бір атам бір тема бар ма, күшті тема, бір тиын болса, үйтсем, бүйтсем, ана мелкий тірлікті айтпашы маған. 300 мың теңгелік, 200 мың теңгелік айлықты, 400 мың теңгелік айлықты айтпашы мен, ондай ол үшін жаратылмаған мен. Мен тек қана үлкен темаларға жаратылғам дейтін адамдар, жай түсіп, шығып, бір жұмыс жасаса деймін да. Дұрыс па достар? Келісесіңдер ма? Бар ма ондай таныстарың үйде жатқан, жұмыс жасамай? Бар болса, бар деп жазыңдаршы мына жерге. Бар ма? Кімде бар? Кімде бар сондай таныстарың? Еркектер жатқан үйде. Әйелдерін жұмысқа жіберіп қойып, өзі жатады. Бар ма? Бар дейді. Алдың күміс жақсы өтеді, жақсы сата алсаң егер оны. Бар дейді. Бар ғой, бар дейді. Солар бір сәл бір оянып, соларға бір пайдалы болсам деймін да. Бар ма? Бар ма достар? Таныстарың? Өзін сүйремей жүр. Ол айтпай қойшы, қатын бала шағасынан бөлек өзін сүйремейді, өзі ұзаққа бармайды, жатады үйде. Ол тыныш жатса жарайды ғой, тыныш жатпайды ол, не дейді ол? Үйде жатқан адам айтыңдаршы. Не деп айтады үйде жатқан адам? Тыныш жатса жарайды ғой, тыныш жатса. Тыныш жатпайды ғой ол. Бір сөз бар еді, зайыбал шығарып отырады демекші. Так, достар, естейміз енді дейді. Мышлениені өзгерту керек, достар. Ойды өзгерту керек. Әрине оның барлығы бір күнде болып кететін нәрсе емес. Сен 20 жыл өмірің өзгермей жүргенде, мен келіп саған бір бүйтіп қолыңа бір волшебный таблетканы беріп, өмірің өзгертіп жіберетін нәрсе емес. Жолды көрсетем. Бәрібір де андай адамдар ғой бізде, қаншама адамға үйретесің, бірақ әрекет жоқ. Әрекет жоқ болса өзгересің ба, достар? Мен айттым саған, көрсеттім, қолыңа ақша да бердім, бағыт-бағдар бердім, теманы айттым, жатсың үйде. Болмаса жаңағы, мен 2-3 сағат жұмыс жасайын, болды, братан, ары қарай мен жұмыс жасамаймын, мен анауым бар, мынауым бар, мен демаламын, үйтем-бүйтем дейтін болсаң, бірдеңе шыға ма? Шыға ма бірдеңе, достар, айтыңдаршы. Бірдеңе шыға ма? Психология мен оқымаймын, достар. Достар, менен дін туралы сұрамаңдар, мен дінді оқыған адам емеспін. Дінді мешітте отқандардан сұрайсыздар. Менен бизнес туралы, менен ғылым туралы, менен физика туралы, технология туралы сұрасаңдар, айта аламын. Мен андай адам емеспін, отырып таксисттер сияқты. Ана темаға кіретін, мына темаға кіретін, ана темаға кіретін, ондай адам емеспін, достар. Ол уже надандық ше. Ол білімсіздік. Аузына келген айта беретін. Сақал өсірмеңдер, білім өсір, білім. Миді өсір, миді. Не қыласыңдар? Сақал өсірген ешкім саған ақша бермейді. Миді өсірейік, достар, миді. Достар, мен намаз оқимын ба, оқымайын ба, сендерге не пайда береді, достар? Оқимын десем, өмірің өзгере ма, жақсы жаққа қарай? Оқымайым десең, өмірің жақсы жаққа өзгере ма, достар? Айтыңдаршы. Таргет жұмыс істей ма дейді. Таргет жұмыс жасайды, бірақ ол қазір бәрі таргеттің өзін дұрыс жібермесең, шаясың ақшаң бәрін. Сабақ алайық. Сондықтан, достар, так, ары қарай не айтамыз? Так, ана жігіттің несін жалғастырайын. Мен магазиншілермен общение ұстаймын. Қараймын. Не керек, не өтпей жатыр. Сөйтем да, жайлап сол жерде қараймын. Мысалы, біреу сатып жатыр. Қымбат сатып жатыр. Мен тұрамын да, братан, мен мынандай есептедім, есеп шығардым. Менікі арзандау болады, мен саған әкелсем аласың ба десең, анау давай дейді. Түсіндір ма? Болмаса,
ауылға не жетпей жатыр, мен қаладан әкеліп сатамын. Не болмаса ауылдағы біреулердің нелерін сөйлесіп, мысалы біреудің малы болуы мүмкін, бірдеңкесі болуы мүмкін, общение печенье ұстап, соның ет қып сойып, мысалы мен қаладағы кафелер бар, бірдеңкелер бар, соларға тарқататын едім да. Мен зерттейтін едім отырып, не нәрсе бар, мен возможность іздейтін едім, достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Егер сен ақша тапқың келсе, сен возможность іздейсің. Қандай проблемалар бар, сол проблемалар мен жөндеу арқылы ақша табамын деп. Мен миллионер болсам да сендерге пайда бермейді ол, достар. Мен миллионер болсам да пайда бермейді. Сәл сабыр етіңдерші, ертең көресіңдер мен жаңалықтардан, тірліктерімді көресіңдер. Түсініп тұрсыңдар ма? Сондықтан менің айтып отқан сабағымнан пайда алсыңдаршы. Мен айтып тұрмын ғой, қаншама миллионға қадалған адаммын, қаншама кәсіп істеп көргем, қаншама білім алғам. Мына жерде адам бар ма 20 миллион теңгеге сабақ алған? 20 миллионнан даже көп. 20 миллион теңге кім сабақ алды мына жерде? Бар ма? Бар болса бар деп жазыңдаршы, жоқ болса жоқ деп жазыңдар. Я дейді, Нұрыс 20 миллионға сабақ алдың ба? Неше түрлі сабақтарды? Жоқ дейді. 1 теңгеге алмағам дейді. Жоқ дейді. Мен ауызға түрнекте құлағансың ба дейді. Жоқ, түрнекте құламағам. Жоқ, ешкім блок қойғанмен, достар. Народ должен увидеть своих героев дейді ғой. Бізде геройлар отыр мына жерде, достар. Мына жерде отырған батырларды көру керек. Ана жаман сөзді жазудың өзі батырлық, достар. Мен соны батырлық деп санаймын. Түсініп тұрсың ба, достар? Ана сөзді ерінбей халықтың бәрі көріп тұр мына жерде. Сол сөзді жазу жаман сөз болса да ше, ол батырлық. Мен жазамаймын, мысалы, мен қорқам одан үйтіп жазуға. Келісесіңдер ма, достар? Мен ренжімеймін, достар. Так, Нұрыс, не дейсіз? Әмин, достар. Бешара дейді. Бешара деген ешкім жағдай өзгеріп кеткен жоқ. Қорқасын дейді. Міне дұрыс айтады. Мен қорқам, мысалы, мына жерге біреудің эфиріне кіріп алып, астына не бір аузыма келген сөздер құсу, ол екінің бірінің қолынан келмейді, достар. Оған батырлық керек. Дұрыс па? Қандай кәсіп жасап көрдіңіз? Менің бастауым, достар, мен кәсіпті любой кәсіпкер бір нәрседен бастайды, достар. Ол не? Алып сату. Алып сатудан сендер біраз опыт жинайсыңдар, достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Арзан қаласың, қымбаттау сатасың. Арзан қаласың, қымбаттау сатасың. Сол аралықта сендер көп нәрсе үйренесіңдер. Қалай сата білуді үйренесіңдер, сату техникасын үйренесіңдер, ана адамды қалай оқу керек екенін үйренесіңдер. Андай нәрсе бар ғой, риза боламын да, қымбат магазиндер бар ғой, қымбат магазиндер. Киімдер пәленбай мың теңге тұратын, 100 мың, 200 мың тұратын магазиндерге сендер кірсеңдер, продавецтер сендер білет, түрлерін қарап оқиды, ала ма, амай ма, дұрыс па? Олар білет уже. Сен амайтын білет, сен әшейін воздух екенің ше. Ана жерде әшейін әңгіме айтып, ананы сұрап, мынаны сұрап, шығып кететін білет, саған бармайды ол. Олар уже дамыған, олар ше, кімнің алады, кімнің алмайтын білет. Қалай алдап лақтырып кете үйренесің, достар. Лақтырған адам еш қашан бір байлыққа жеткен көрген жоқпын. Аяғы намен бітеді ғой, ше, достар. Сондықтан мүмкіндік болса, ондай қасиет болса, лақтыру деген жайлап жақсы қасиеттермен алмастырып, жақсы қасиеттер көбейту керек. Енді қараңдар, достар, сендер бол мүмкін, братан, менде жаман қасиет көп, пәленбай жыл бұрын сынып қалған ол қасиет, одан қалай арылсам болады дейді да. Сендерге үлкен бір кеңес, ақыл. Сен жаман қасиеттің алып тастама, сен жақсы қасиеттер көбейт. Біреуге күлімсіреу, біреуге көмектесіп жүру, жақсы сөз сөйлеу, сөйтіп жақсы істерді көбейте берсеңдер, жаман істер жайлап жоқ болып кетеді, достар. Түсіндіңдер ма? Түсіндіңдер ма? Сондықтан жақсы қасиеттерін көбейсе, жаман қасиет өзі-ақ жайлап шығып кетеді. Сендер қазір, мысалы, жаман адам тұрып, жақсы адамдардың қасына бара ала ма? Бара алмайды, ол ана жерге сыймайды, ананы кіргізбейді жақсы адамдар қасына. Жаман адамдар қасына жүре береді. Өздерін комфортын сезінеді ол жерде. Сондықтан, егер жақсы боламын десеңдер, жайлап өзгересіңдер, жақсы адамдармен араласасыңдар, жақсы істер істей бастайсыңдар, сосын жайлап жаман қасиеттерің кетеді. Дұрыс па, достар? Келісесіңдер ме, достар? Келісесіңдер деп жазыңдаршы.
келісем, келіспесем келіспеймін деп. Мына жерде батырлар жазсын, аузына келген құссын мына жерде ше. Проблема жоқ. Мен ренжімеймін. Үйреніп қалғам ше. Келісем дейді. Сондай достар, енді Аллаға шүкір жасым 38-ге келді. 38-ден асып бара жатырық. Ары қарай қанша жыл өмір сүретінін мен де білмеймін. Сондықтан 25 жасар бала емеспін, 20 жасар бала емеспін, әлі өмірім бар ғой деп айтатын. Сондықтан бар білгенімді, біліміммен, опытыммен халыққа бөлісіп, бір артында бір кішігірім іздер қалдырсақ, менің себебім арқылы көптеген адамдар жетістікке жетсе, тірлігін бастаса, ол мен үшін үлкен қуаныш достар. Сондықтан бүкіл нәрсені ақшамен есептей бермеңдер. Кейбір нәрселер болады, оны сен ақшаға істемейсің, бірақ сен жақсылық істегеннің арқасында саған ертең каналдар ашылады. Соншалық каналдар ашылады, сен бұдан да көп тауып кетесіңдер. Түсіндіңдер ма? Сондықтан біреуге көмектесетін кезде, бірдеңе істейтін кезде ақша бере ма, бермей ма? Братан, тұра тұршы, сразу келісіп айтшы, ақшасы қанша деген әңгімені қою керек ше. Түсініп тұрсыңдар ма? Егер сен біреуге көмектесіп пайда бере бастасыңдар, адамдар өздері сендерге не алады? Андай, мына братан молодец екен, мына мен жұмыс жасайшы мен, осымен не алайшы деп тұрады. Түсініп тұрсыңдар ма? Қанша бизнеске кірдің дейді. Алып сататын бизнесім көп болған мен. Ол X-тан алам, арзанға тауып саудалап, сосын ол X-тен сататынмын. Енді ол қаншама жыл бұрын ғой енді. Одан бөлек жаңағыдай ол кезде маркет кезет деген бар тұғын, тағы бірдеңе бар тұғын, сөйтіп сататынмын. Қазір енді заман өзгерді. Заманға постоянно адаптация болып, жаңа өзгерістерді қабылдай алып өзгеріп отырсыңдар, нарық сендердің көттеріне бір тебет болды. Нарық аямайды достар. Нарық сенің әкең емес, шешең емес, туысқаның емес, нарық деген бір жерін айналдырып түсіреді. Білімсіз кірсең, еңбексіз кірсең, зерттемей кірсең, жаңыңды шығарып жібереді. Түсіндіңдер ма? Так, ары қарай не айтып отырамын? Уалейкум ассалам. Андай стримдері кірем ғой өзім арасында көруге ше. Әңгіме айтып отырады ғой. Соларға 40 адам кіреді ше. 2000 адам кіреді, 1500 адам кіреді, 1000 адам кіреді. Бірақ айтып отқан ауыздарында ешқандай пайда жоқ. Ол әшейін бірдеңені айтып отырады. Сондықтан бұл жерде мен де өйтіп айтып отыруға болады, бірақ ол пайда бермейді да. Ол сенің уақытыңды алам, өзімнің уақытымды алам. Ешкімге пайда жоқ. Сондықтан тек қана біліммен бөлсем, опытпен бөлсем, сондай достар. Все, достар, осымен бітірейік. Уақыт бопты. Мына видеоны YouTube-қа дальше жүктеймін. Эфирге кіре алмағандар всегда YouTube-қа кіріп, соқтан қараса болады. Все, достар, күнделікті кіріп отырам, күнделікті бөлісіп отырам. Алдағы уақытта кітаптар шығарам, достар. Мен түсіндім, что бәрібір бағыт бағдар керек халыққа. Әркімнің проблемасы әртүрлі, бірақ мен общий проблемалар біліп отырмын. Сол проблемалар шешетін кітаптар шығарам. Бір 50 беттік достар, бір 100 беттік, 300 беттік ондай кітап шығармаймын. Ешкім оқымайды оны. Уақыт жоқ. Бірақ TikTok сағаттап көруге уақыт бар. Біреуді өсектеуге, біреудің көтіне түсуге, біреуді жамандауға, біреудің көтін шұқылауға, жаман сөздер жазуға уақыт жетеді бірақ. Сондықтан кішігірім кітаптар шығарам. Халық оқыса екен, пайда алса екен, содан бір іс-әрекет істесе екен деймін. YouTube сабақтарында шығады. Тегін достар, тегін көрсін, білім алсын. Сондай. Түркия ма, Қытай ма дейді. Тек Қытайдың зауыттарынан аламын достар мен затты. Техниканың барлығын, заттың барлығын тек зауыттан аламын. Ортада компаниялар сатып алмаймын. Ортада компаниялар мені бір рет ұйықтатқан 50 миллионға. 50 миллионға ұйықтатқан, ол ұзақ әңгіме, оны кейін айтып беремін. Қалай ұйықтатқан және қалай ұйықтамау керек екенін айтамын. Все, достар, в общем, осымен бітірейік.